Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз бұрыш және бұрыштың градустық өлшемі. Бұл оқулығымыздың 133 бетіндегі тақырып. Сонымен біз ең алдымен бұрыш деген ұғымға келейік. Бұрыш дегеніміз бір нүктеден басталатын екі сәуледен құралған фигураны біз бұрыш деп атаймыз. Мысалға міне бір нүкте, о нүктесінен екі сәулені алдым, екі бағытталған сәуле. Соның екі басын А, Б деп белгілесе, бізде осы пайда болған, бізде бұрыш, яғни екі сәуледен құралған фигура бір нүктеден шығатын. Сонымен осы бұрыштың элементтеріне келейік енді. Бізде ОА және ОБ деген екі сәуле, ОА және ОБ деген екі сәуле бұрыштың қабырғаларын құрайды. Онда бұл қабырғалар болады. Қабырғалары. Ал О деген бұрыштың төбесі болады. Төбесі болады. Ал осыны оқуымыз бойынша математика тілімен жазған кезде біз бұрыш деген сөзді мына белгімен ауыстырамыз. Бұл бұрыш деген сөздің ауыстырылуы. Ондай болса, осы бұрышты жазу үшін біз А, О, Б бұрышы деп аламыз. Алдына бұрыш белгісін қоямыз. Осының жазылу тәртібінде міндетті түрде төбесіндегі тұрған әріп ортасына жазылады. Немесе Б, О, А бұрышы деп те жазуға болады. Бірақ міндетті түрде ортада төбесіндегі нүкте тұру керек. Төбесіндегі нүктенің оқылуы тұру керек. Және бұрыштың бұл бірінші жазылу тәсілі. Немесе бұрышты тағы да төбесіндегі әріп арқылы да жазуға болады. Немесе бұрыш О деп те жазуға болады. Бұл екінші түрлі жазылуы. Ал енді бұрыштың градустық өлшемі дегенде бұрыштың градустық өлшемі әдетте бізде жазыңқы бұрыштың 180-нен 1 бөлігін аламыз. Сол бізде 1 градус болады. Бұрыштың градустық өлшемін әдетте 1 градус, градустың белгісі осы. 1 градус дегеніміз ол 180-нен 1, жазыңқы бұрыштың 180-нен 1 үлесі бізде 1 градус деп аталады. Осы бойынша бұрышты өлшегенде неше өлшем шығады, сонша градус деп жазамыз. Ал осы бұрышты өлшеу үшін алдағы тақырыптарда қандай құрал істетеміз, сол туралы тоқталатын боламыз. Әзірге тек бізде бұрыштың градустық өлшемі осы градуспен белгіленеді. Енді ары қарай бізде бұрышта тағы қандай, осыны біз градус деп оқимыз. Градус белгісі осы белгі. Жазып қояйын мына жерге. Енді бұрышта басқа қандай элементтер болуы мүмкін дегенде тағы бір бұрыш салайық мына жерге. Кез келген бір бұрыш алайық. Және оның нүктелерін басқаша нүкте алайын. Е, О, F деп алсам, осы бұрыштың дәл қақ ортасын бөліп өтетін бір сәуле жүргізсе, бұрышты қақ бөлетін сәуле. Сол кезде бұрыш екіге бөлінеді. Осы жер және ЕО Д деп алайын. ЕО Д бұрышы және ДО Ф бұрышы деген екі бұрыш пайда болады. Бұл екі бұрыш сәуле қақ бөліп тұрғанда теңдей бөледі. Сонда егер ол деген сөз мына жері 30 градус болса, екінші бөлігі де 30 градус деген сөз. Сонда осы ОД деген сәулеміз бұрышты қақ бөлетін сәулені біз бисектриса деп атаймыз. Бисектриса деп атаймыз ОД-ны. Бұл да бұрыштың бір элементі. Яғни бисектриса не істейді? Бұрышты теңдей екіге бөледі, ортасын қақ бөледі деген сөз. Бұл бізде бұрыштың бисектрисасы болды. Және енді осы бұрышты тағы да қалай жазуға болады? Сыртындағы үлкен бұрыш ЕОФ деген бұрыш. Бұрыш ЕОФ деген бұрыш қайсы екі бұрыштың қосындысына тең болып тұр? Ол бұрыш ЕОД мен ЕОД бұрышымен қосамыз ДОФ бұрышын. Бұрыш ДОФ-ті қосамыз. Сонда тең болады. Мынау 30 градус, екіншісі де 30 градус. Сонда 30-ға 30-ды қосып жібереміз. тең 60 градус. Яғни
бұрыш Е, О, F деген үлкен бұрышымыз бізде 60 градус болды. Мен осылай бұрыштардың өлшемдерін ішінде бөліп бұрыштардың өлшемдерін осылай қосуға да болады екен.